Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге Сманова Меруерт YouTube арнасы. Бүгін сіздерге мен дәл осы құрақ үлгісін тігіп сіздерге көрсететін боламын. Өте ерекше әдемі құрақ үлгісі. Дәл осындай құрақты қазір тігетін боламыз. Ол үшін бізге өз матамыз бізде 20-20 болу керек. Мен сол өлшемде тігіп отырмын. 20-20 өлшемде. Содан кейін бізде екі түрлі мата керек. Дәл осындай мен екі түрлі матаны таңдап алдым. Бұның ені 3 см ұзындығы ұзын болып қала береді. Ал енді тігу жолын бастаймыз. Төрт бұрыштылап кішкентай сары матамызды кесіп дайындап аламыз. Тез бұрын сіздермен YouTube арнамды міндетті түрде подписаться кнопкасы басып келіп алыңыздар. Пікірлеріңіз болса қалдырыңыздар. Мен жауап беретін боламын. Ал енді тігу жолын бастаймыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Келесі мына сұр матамызды дәл осы сары матаның үстіне қойып тігеміз. Тігіп алдық. Енді ашамыз. Ашып, енді бізде өздеріңіз көргенде мына сұр матаны жалғастырамыз. Ендігі кезек мына сарының үстінен өтіп, мына жағынан тігеміз. Міне бізде екі қатар тігіс жолы шықты. Келесі сарыны тігетін боламыз. Дәл осылай айналдырып тіге отырамыз. Артқа қарай жүргізіп аламыз машинканы.
Мінекей бізде тігіп атқан құрағымыз дәл осындай әдемі құрақ үлгісі шығып келе жатыр. Қазір сары светін істейтін боламыз. Мінекей бізде дәл осындай әдемі құрақ үлгісі шықты. Өте әдемі. Өздеріңіз байқағандай ерекше. Арты дәл осындай тігісі түп-түзу тігілген, сапалы тігіс. Алдыңғы тіккен құрағымызбен бірге өлшегенде бір размер. Мінекей. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар.